Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода дәл осындай өте дәмді болып шығатын, жұмсақ болып дайындалатын пирожки картошкамен дайындайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қамыры да өте дәмді болып шығады. Сонымен қатар менің осы видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де комментарийда сұрақ қойсаңыздар да болады. Бізге ең алдымен картошка керек болады. Картошканы жақсылап жуып, осылай суға тұзын қосып, газға қоямыз. Картошка қайнап жатқан кезде біз қамырымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн керек болады және жылы суға мен сразу секерді және тұзды араластырып, былғап, дайындап алдым. Және бізге керек болады сүт. Мен барлық грамдарын, барлығын төменге описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Жақсылап тұзды, секерді қосып, суымызды араластырып, әбден ерігенше былғаймыз. Ұнымыздың ортасын осылай ашып дайындап қоямыз және манағы тұз, секер қосқан суымызға керегімізше дрожжымызды қосып аламыз. Және осылай ұнның үстіне құямыз және оның үстіне дайындап қойған 1 стакан сүтімізді құямыз. Және қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып жатырған кезде сұйық майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап алдымен қасықпен араластырып, одан кейін өзіміздің қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Барлығын илеп болғаннан кейін менде осындай жұмсақ қамыр шықты, қолға жабыспайтын. Өте жұмсақ болып шығады. Қатты болып та кетпеу керек. Міндетті түрде соны бақылаңыздар. Бізге жұмсақ қамыр керек болады. Мінекей, менде қамыр дайын болғаннан кейін мен тағы да ыдыстың ішіне құйдым және тестінің үстіне осылай майды жағып, барлық жағына жағып қойдым. Және де қамырымызды жақсылап осылай тағы да сол маймен бірге илеп аламыз. Сонда біздің қамырымыз созылмалы болып шығады. Сондай дәрежеге жету керек. Мінекей, әбден былғап болғаннан кейін қамырымызды осылай дөңгелектеп табаға салып және бетін осылай салафанмен жауып қоямыз. Жылы жерге алып қоямыз. Егер дрожжыңыз жақсы болса, қамыр тез көтеріледі. Бізде картошкаларымыз қайнап болды, суын төгіп, түбіне шамалы суын қалдырамыз және бетіне осындай сливочный майымызды саламыз және тұзын қосып, осылай пюре жасайтын ожауымызбен картошкаларымызды жақсылап езіп араластырып аламыз. Одан кейін бөлек табаға май құйып, ұсақтап туралған жуамызды қызарғанша қуырып аламыз. Осының үстіне шамалы тұз қоссаңыздар болады. Және де осы дайындап қойған пюреміздің үстіне бұрыш қосып, сол бұрыштың үстіне осы қайнап тұрған жуамызды маймен бірге сол бұрыштың үстіне құйып жібереміз. Барлығын құйып болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін біздің салмамыз дайын болады. Яғни бұл жерде керегінше дәмін қарайсыздар. Тұз керек болса немесе бұрыш керек болса қарап толықтырамыз. Қамырымыз дайын болды. Манағы қамырымыз көтерілген. Қолымызды майлап осылай тағы да қамырымызды
түгелеп басып аламыз және жұмыс жасайтын тақтамыздың үстін майлап, сол майдың үстіне осы нанымызды түсіріп аламыз. Және де весыйдың көмегімен осы нандарымызды бірдей бөлшектерге бөліп шығамыз. Менде әр бөлшегім 70 пен 75-тің аралығында болды. Бір келкі барлығын бірдей қылып дөңгелектеп бөліп, міндетті түрде тақтамызды, жаңағы жұмыс жасайтын тақтамызды майлап қоямыз, соның үстіне қоямыз да осылай бетін пленкамен жауып қоямыз. Себебі біздің нанымыз кеуіп кетпеу керек. Соны жақсылап қадағалаймыз. Барлығын бөлшектерге бөліп болғаннан кейін осылай әрқайсысын шетінен алып, қолдың көмегімен жайып және үстіне салмасын салып, видеодағыдай қуыруға дайындаймыз. Менде қатты кішкентай да емес, қатты үлкен де емес пирожкилер шықты. Осылай қуыруға дайындап алдым. Міндетті түрде жаңа айтқандай тақтамыз майлы болып тұру керек, себебі біздің қамырларымыз жабысып қалуы мүмкін. Және де жасалған пирожкилардың үстінде пленкамен жауып қоямыз. Себебі ол кеуіп кетуі мүмкін. Міндетті түрде қамырымыздың бетін пленкамен жабуды ұмытпаймыз. Мінекей, мен пленкамен жауып қойдым. Менде где-то 21 штуктай пирожки шықты. Майымызды жақсылап молдау қылып құйып, қыздырып, үстіне пирожкимізді салып, осылай үстіне майын құю арқылы қуырып аламыз. Сол кезде біздің пирожкидің қамыры бір келкі қуырылатын болады. Осылай араластырып қуырамыз. Екі жағын алмастырып, баяу отта қуырамыз, қатты отта қуырмаймыз, себебі ортасына салмасы болғасын. Бұл енді бауырсақ емес қой. Бауырсақты тез қуырсақ, бұны кішкене баяу отта қуырып аламыз. Себебі арасы піспей қалуы мүмкін. Екі жағын алмастыра отыра, үстіне майын құя отыра, жақсылап қуырып дайындап аламыз. Дайын болған пирожкимізді салфетканың үстіне түсіріп алғанымыз дұрыс болады. Сол кезде майы сорғады. Мінекей біздің пирожкиларымыз дайын болды. Өте дәмді және қамыр өте жұмсақ болып шығады. Мінекей өздеріңіз видеода көріп тұрғаныңыздай, ортасы да шикі емес, әбден піскен барлығы. Дәл осы рецептпен сізде дайындап көріңіз. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса, рецепт ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.